Жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла. Соқтықпалы соқпақсыз жерде өстім, мұнмен жалғыз алыстым, кінә қойма. Абай болашақ ұрпаққа сөзін осылай арнады. Бұл өткеннің құлазыған ғасырларынан өзіне бейтаныс, басқа, бірақ жарқын болашаққа сенімді жол салған ақынның айтқан сөзі еді. Даланы торлаған надандық түнегіне ол шамшырақтай сәуле төкті, және таны атып күні шығатын жаққа апаратын жолды өз халқына талмастан көрсетті деп Мұхтар Әуезов өткен ғасырда ұлы ақынға мәңгі өлмейтін баға берген еді. Ұлы Абайдың шығармаларының ішінде шоқтығы биік туындылары оның қара сөздері. Ақынның қара сөздері тұнып тұрған философия, даналық ойлар, мәңгілік қанатты сөздер. Қара сөздері өткен ғасырдағы әртүрлі саяси оқиғалар, адам болмысы, тіршілігі, мінез құлқы дәл қазіргі заманмен сабақтасып, астасып жатыр. Бірінші сөзінде хәкім Абай, ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз, соны таба алмай қайранмын деп толғана келе. Қара сөздерді жазудағы ойын былайша баяндайды. Ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағазбен қара сияны ермек қылайын. Кімде-кім ішінен керекті тапса жазып алсын, я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дейді. Абайдың қара сөздері атты Ханғали Сүйіншәлиевтің кітабында қара сөздердің тұңғыш рет төңкерістен кейін ғана баспасөзде дүркін-дүркін үзінді ретінде жарияланып жүріп, кейін Мұхтар Әуезовтың баспаға дайындауымен 1933 жылы Қызылорда қаласында толығымен жарық көргендігі жайлы ақпараттар берілген. Абайдың қара сөздері кеңес үкіметі жылдарына дейін тек көшірме қолжазба күйінде сақталып келді. Қазіргі таңда Абай қара сөздерінің екі қолжазбасы сақталған. Оның бірі Мүрсейіттің қолжазбасы болса, екіншісі Жандыбаевтың қолжазбалары. Мүрсейіттің қолжазбасы 226 дәптер беті шамалы. Кітап тарих деп аталады. Осы кітап тарихтың бірінші бөлімі Абайдың қара сөздері. Кітапта небәрі Абайдың 43 қара сөзі берілген. Абай қара сөздерінің екінші қолжазбасын 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың бас кезінде өмір сүрген Семейдің қазағы Жандыбаев деген адам жазып қалдырған. Қазіргі таңда қолжазба Семей қаласындағы Абай мұражайында сақтаулы тұр. Көрнекті жазушы Тәкен Әлімқұлов хәкім Абайға арналған Жұмбақжан атты еңбегінде көңілдегі көрікті ойдың ауыздан шыққанда өңі қашады деп, дүние жүзінде теңдессіз афоризм шығарған Абайдың сөздері, шетінен шертілген сыр, жоқталған мұң, жырланған жыр. Қазақ халқының қамын жеген бұл сөздерде суреткердің байқағыштығы, ойшылдың толғанысы жатады деп баға бере келе. Жазушы кітапта Абайдың қара сөздерінің қай жылдары жазылғандығы жайлы былай дейді. Абайдың ғақлиясының туған жылы көрсетілмеген, бірақ 45 сөздің бастаушы сөзіне бірінші сөзге қарағанда ғақлия Абай өмірінің соңғы жылдарында жазылған сияқты. Байқаудың байлығы, фәлсафалық толғаныстың тереңдігі, торығыстың кейбір түрі осыған куәлік етеді дейді. Абай 18-ші қара сөзінде тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ, одан басқа нәрсеменен оздым ғой демектің бәрі ақымақтық деген екен. Осы қара сөздің өзінен ақ тұнып тұрған даналық ойды, сыршыл толғамды көреміз. Ұлы Абайдың өмірден өткен күнінен қанша алыстасақ, рухына сонша жақындарымыз. Үнемі бұл күйде тұрмас, халық ағарар, өнер білімге қанар. Сол күндерде Абай құрметі күннен күнге артылар. Бірінші ақынымыз деп қабірін халқы жиі-жиі зиярат етер. Халықпен Абай арасы күшті махаббатпен жалғасар. Ол күндерді біз көрмеспіз, бірақ біздің рухымыз сезер, қуанар деп Алаштың зиялысы Міржақып Дулатұлы айтып кеткен еді. Иә, расымен де сан ғасырлық мол мұра қалдырған Абайдың шығармалары ұрпақтарға мәңгі өшпес қазына. Абайдың әні, Абайдың өлеңдері, Абайдың қара сөздері ешқашанда, еш уақытта қадірі мен маңызын жоймайтын мәңгілік мұра. Қазақ жазба әдебиетінің, поэзиясының асқар шыны, ұлы Абай есімі мәңгі өшпейтін жарық жұлдыздай жарқырай бермек.